Дүкеннен тауар сатып алғанда берілетін кассалық чекті жинап, ұтысқа ие болыңыз. Мемлекеттік кіріс департаментінің ұйымдастыруымен республикалық акция өтіп жатыр. Аясында ай сайын ұтыс ойындары ойнатылып, жүлдеге ие болуға мүмкіндік бар. Шара тұрғындардың экономикалық сауаттылығы мен салық түсімін арттыруды көздейді. Дүкен немесе қызмет көрсету орталықтарында түбіртек берілетін бәріміз жақсы білеміз. Бірақ чекті алуды әуре санаймыз. Алған күннің өзінде сақтап қоюды құнттап жатпаймыз. Міне содан барып көлеңкелі экономиканың көрігі қыза түседі. Онымен күресудің бір бағыты түбіртекті талап етіп, ұтысқа ие бол акциясы. Акция талабы бойынша әр адам 10 чек жинап бір купон алады. Сосын бұл купонды жергілікті кірістер басқармаларында немесе сауда үйлеріндегі дәл мынадай жәшіктерге салу қажет. Бұл жәшіктер ай сайын ашылып, ұтыс ойыны ойнатылады. Егерде бағыңыз жанса, бағалы сыйлықтармен марапатталасыз. Шараға жеке тұлғалар ғана қатыса алады. Ал түбіртек аппараты атына рәсімделген кәсіпкерлердің қатысуына жол жоқ. Түбіртектің санына шек қойылмайды. Акция сәуір айында басталып кеткен. Бүгін Алматы облысы бойынша кірістер департаментінде маусымның ұтыс ойыны ойнатылды. Өңіріміздің әр аудан қалаларының тұрғындары қатысып, сыйлықтар өз иелерін тапты. 100 чек жинадым, 10 купон алдым. Микроволновый пешке жетпей отыр едім. Шындығын айтайын енді. Осымен өтіп алдым. Бастама арқылы салық түсімін арттыру мен тұтынушы мүддесінің қашанда жоғары екендігі насихатталмақ. Мамандар азаматтардың өз құқықтарын білу жолындағы белсенділігіне риза. 2 айдың осы жүлделерін анықтаған кезде бізде облыс бойынша 15 000 түбіртек тапсырылған болатын. Бұның өзі енді осы халықтың белсенділігін көрсетіп отыр. Акция 30 қарашаға дейін жалғасады. Ауданнан жеңімпаз атанғандар облысқа, ал онда ұтысқа ие болғандар республикалық шараға жолдама алады. Ал бас жүлде автокөлік. Мұхит Тоқтасын, Сихат Хасен, Жетісу арнасы.